children, how are you? It is English language. And today we are going to talk about what do animals like to eat. Our learning objectives: pronounce basic words and expressions intelligibly, make basic personal statements and simple statements about objects. Саламатсыздар ма балалар? Бұл ағылшын тілі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жануарлар не жегенді ұнатады. At the previous lesson, we have talked about our favorite foods which we like to eat. And today, we are going to talk first of all about the animals and their favorite food. Алдыңғы сабақта біздер өздеріміз жақсы көретін тағамдар туралы айтқанбыз, ал бүгінгі тақырыпта біз жануарлар туралы және олардың сүйікті тағамдары туралы айтамыз. Ең бірінші суретте көріп тұрсыздар, шөп, ағылшынша оны grass. Шөпті балалар қандай жануар жегенді ұнатады? Екінші суретке назар аудар. Қандай жануар жегенді ұнатады? Cow. Cow дегеніміз сиыр. Cow likes to eat grass. Сиыр шөпті жегенді ұнатады. Келісесіздер ме? Келесі тағам түрі fish. Балық. Балықты қандай жануар жегенді ұнатады? Екінші суретке назар аудар. Қандай жануар? Аю. Аюды ағылшынша bear. Bear likes to eat fish. Аю балықты жегенді ұнатады. Ал сіздер ұнатасыздар ма? Келесі тағам түрі milk. Сүтті сіздер көп ішу керексіздер балалар. Сүтті қандай жануар ішеді? Мысық. Мысықты ағылшынша cat. Cat likes to drink milk. Мысық сүтті ішкенді ұнатады. Leaves. Жапырақтар. Leaves. Енді балалар жапырақтарды қандай жануар жегенді ұнатады? Екінші суретке назар аудар. Керік. Керікті балалар ағылшынша giraffe. Giraffe likes to eat leaves. Керік жапырақтарды жегенді ұнатады. Ары қарай. Fruit. Жеміс. Енді балалар жемістің бізде түрлері өте көп. Сол себепті мен барлығына танымал, барлығымыз жақсы көретін бір ғана жеміс түрін алдым. Banana. Енді бананды қандай жануар жегенді ұнатады? Екінші суретке қараймыз. Маймыл. Маймылды ағылшынша балалар monkey дейміз. Monkey likes to eat banana. Маймыл бананды жегенді ұнатады. Vegetables. Көкөністер. Енді бұл көкөністердің де түрлері өте көп. Сол себепті мен бір ғана көкөністі алдым. Ол сәбіз. Сәбіз витаминге толы. Сол себепті сіздер балалар көп бұны жеу керексіздер. Сәбізді біз ағылшын тілінде carrot дейміз. Енді сәбізді қандай жануар жегенді ұнатады? Екінші суретке назар аудар. Қоян. Қоянды ағылшынша балалар
Rabbit, rabbit, rabbit дейміз. Сонда, rabbit likes to eat carrot. Rabbit likes to eat carrot. Қоян сәбізді жегенді ұнатады. Meat, 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 ет. Етті қандай жануар жегенді ұнатады екен? Білеміз, ит дегеніміз қалай болады? Dog, дұрыс. Dog, dog. Dog likes to eat meat. Dog likes to eat meat. Ит етті жақсы көреді. Ал енді балалар, let's do tasks. Бұл тапсырмаларда не істеу керекпіз? Бізге сұрақ берілген, сол сұраққа біз жауап беру керекпіз. Мысалы, what does horse eat? Жылқы не жегенді ұнатады? Horse likes to eat grass. Жылқы ұнатады шөпті жегенді. Жауаптың басын жазып берген, сіздер өздеріңіз аяқтау керексіздер. Мысалы, бізде horse likes. Содан кейін horse likes to eat grass. Жылқы шөпті жегенді ұнатады. To eat grass шөпті жегенді. Осындай сөзді сіздер өздеріңіз жазасыздар. Енді өздеріңіздің тапсырмаларыңыз. What does tiger eat? What does tiger eat? Жолбарыс не жегенді ұнатады? Міне көріп тұрсыздар, сіздерге мен сөйлемнің басын жазып қойғам, сіздер аяқтау керексіздер. Және де сіздерге көмекші мен қандай жануар, қандай тағамды жақсы көретінін стрелкамен көрсеткенмін. What does elephant eat? What does elephant eat? Піл не жегенді ұнатады? Міне қайтадан elephant likes. Піл ұнатады дегенмін. Сөйтіп стрелкамен қандай тағамды ұнататынын көрсетіп қойғам. Сіздер өздеріңіз ағылшынша жазасыздар. Бағанағы ең бірінші мысалға қарап. What does panda eat? What does panda eat? Панда не жегенді ұнатады? Басын жазып қойғам. Panda likes. Сіздер өздеріңіз толықтырасыздар. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз бітті. I wish you all the best and be healthy. Goodbye.